Қалаша шарықтап өсіп келе жатқанымен, мұнда әзірге менен басқа мүсін жасаушы жоқ. Сондықтан маған өз өнеріме байланысты басқа да бұратана жұмыстар істеуге тура келеді. Соның бірі өлген адамның гипстан маскасын алу, кейін мүсін жасау. Мұны көбіне қайтыс болған адамның ағайын туғандары жасатады. Кейде жергілікті үкімет тарапынан да тапсырылып жатады. Мен бұл жұмысты өлік үйіне барып орындаймын. Ал тығыз жағдайда аурухананың операция бөлімінде. Тіпті кейде моргке де баруға тура келеді. Әрине, бұндай жұмыс оңайға түспейді. Бірақ амал не? Басқа түскен баспақшыл дегендей, жұрттың тілегін орындау керек. Біртіндеп көндіге бастадым. Моргке бару сирек кездеседі, бірақ болып тұрады. Көбінесе масканы аурухананың операция істейтін бөлмесінде аламын. Бұл маған ыңғайлы. Өліктің туған туысқанының, бала шағасының жылағанын естімейсің. Жұмыс істеп жатқанда олардың қайғысынан аулақ боласың. Маска алу бәлендей қиын жұмыс емес. Жоқ тістеріңіздің орнына протез салдырып көргендеріңіз бар ма? Дәл солай етіп, өлік бетін гипспен қаптайсың. 40-30 минут өткеннен кейін әбден қаттау деген кезде қайтып аласың. Бұның бәрі сенің шеберлігіңді ғана тілейді. Мен масканы патанатом хирургінен кейін аламын. Сондықтан оның міндетінен де аздап хабардармын. Патанатом хирургінің міндеті өлікті сою, оның неден қандай аурудан қайтыс болғанын анықтау. Бұл қаланың ең үлкен хирургі де, патанатомы да Шерубай. Ол осы екі мамандықты бірдей алып жүреді. Өлім пышағына ілініп көрген жоқпын. Ұлбосының оқиғасынан кейін әрине ілігуге де құштар емес екенімді сіздер айтпай-ақ түсінесіздер ғой деймін. Ал жұрттың айтуына қарағанда, Шерубай үлкен маман, тамаша хирург, талай өліктің неден өлгенін ашқан патанатом. Сырт естуім, Шерубай Совет одағында осы патанатом мамандығын жөнге қойған үлкен дәрігер, марқұм академик Абрикосовтың шәкірті. Жай шәкірті ғана емес, ұстазының ісіне үлес қосқан ғалым. Ал мен болсам осындай адамның бақшасына тас лақтырдым. Өзіне қиянат жасадым. Расында осым да адамдық па? Әділеттік деген қайда? Адамгершілік деген осы ма? Адамдық демес едім. Маған көп жағдайда ұлбосының өзі түсіндірді. Содан соң барып Шерубайға деген жүрегімнің қынжылуы азаяйын деді. Соңғы кезде ұлбосын екеуіміздің арамыз бұрынғыдай емес, суына бастаған. Оны ең алдымен өзін жалаңаш суретке салып алуға рұқсат еткенінен сезіндім. Әйел шын ардақтайтын, жақсы көретін адамынан ұялғыш келеді. Оның көзінше өзінің ар ұятын, не болмаса мінез құлығының кемістігін көрсететін қылықтарын жайып салудан именеді. Тегінде әйелдер ғана бүйтпейді, адам атаулының бәрі сондай. Қазақ еліме қадірім жоқ бетімді көреді, қатыныма қадірім жоқ етімді көреді, деп бекер айтпаған. Ұлбосының өзін суретке салуға рұқсат еткеннен ақ маған деген қасиетті сезімнің орнына басқа сезім пайда бола бастағанын түсіндім. Оның көзқарасы да, сөйлеген сөзі де бұрынғыдай кіршіксіз таза пәк көңілдің соғуынан емес. Маған, сен еркексің, мен саған енді тек еркек деп қана қараймын дегенді аңғартқандай көріне бастады. Бұны ол іс жүзінде айқындап жүрді. Сірә албырт жастық әсері болу керек. Мен оның мұнысына қарсы болған жоқпын, өкпелемедім де.
Мүмкін бұған да қанағат етіп жүре берер медім, ал бірақ ұлбосын кейінгі кезде маған сенің қызығың бітті дегендей салқын қарай бастады. Тіпті кейде уәделескен уақытта жолығуды ұмытып кетуді шығарды. Ғажап, өзім де түсінбеймін. Оның бұл қылықтарына бәлендей мән беріп, өкпелеу деген менде тағы болмады. Сірә бұның бәрі біз бір-бірімізді шын жақсы көргендіктен болу керек деген пікірге де келдім. Міне осындай жағдайда жүргенімізде бір күні ұлбосының үйінде екеуміз тағы кездестік. Бұл жолы ол мені ұзақ күткендей көрінді. Келген шаруамызға бірден көшпей қатарласа отырып, жылы шырай көрістік, тіпті қолымызды қысысып, ишарат та білдірістік. Мен шын сағынып қалған секілдімін. Бұрынғыдай үйге асығудың орнына әлі де болса ұлбосының жанында отыра бергім келеді. Ол менің осы жағдайымды сезді ме, уқаланып қалған көйлегінің етегін сәл тартты да маған мұңая қарады. Бұл біздің ақырғы кездесуіміз, деді ол шашын жөндеп. Сондықтан да сенің дегеніңе көне бердім. Мен шошып кеттім. Ақырғы кездесуіміз қалай? Не боп қалды? Ұлбосын мұңая күлімсіреді. Сен білмейсің бе? Нені? Сенің ыңғайыңа көп көне бермеуім керек еді. Біз алғашқы жолыққаннан бері 3 айдай уақыт өткен. Қуанарымды да ренжуімді де білмей, расымен деп келе жатыр едім, ұлбосын сөзімді бөліп жіберді. Жоқ, мен 2 қабат емеспін, деді ол. Сөйтті де маған тағы да мұңая қарады. Мен мәңгі бақи 2 қабат болмаймын. Неге? Ғажап. Ұлбосынның бүгінгі көз қарасы өзгеше көз қарас. Өз қызығыма беріліп, бағанадан бері аңғармаппын. Көзінде соңғы кезде пайда болған мұң ғана емес, бүгін зор қайғы бар екен. Ол менің сұрағыма асықпай жауап берді. Мен аурумын, жантас. Қандай ауру? Әйел ауруы. Тездетіп үлкен хирургке көрінуім керек. Шерубайға неге көрінбейсің? Бұл сөздің аузымнан қалай шыққанын білмей қалдым. Жақсы хирург деп жұрт мақтаған соң шын көңіліммен айтқан едім. Ол мысқылда езу тартты. Менің ауруыма себеп болған сол ғой. Қалайша? Ұлбосының көзіне кенет кек ұшқыны пайда болды. Ол енді түрегеліп терезе алдына барды. Менің ауруыма себеп болған, менің жас өмірімді қор еткен сол, деді ол енді дірілдей сөйлеп. Есіңде бар ма? Алғашқы түні мен саған содан 2 қабат болып қалған соң, жұрттан, әке-шешемнен ұялып, безіп Қарағандыға келдім деп айтып едім ғой. Иә, сол ұяттың салдарынан ешкім білмесін деп, ішімдегі нәрестені бір балгер әйелге алдырттым. Менің сорыма ол балгердің өзі де жөнді ештеңе білмейтін болып шықты. Өлім аузынан әзер қалдым. Ақырында дәрігерге көріндім, бірақ енді нәресте көрмейтін болдым. Ұлбосын менің жаныма қайтадан отырды. Салалы саусақтары мен шашымды сипады. Мен сені шын сүйгем. Осындай көркім мен қулығым барда, сені өзіме үйлендіргім келсе, әрине қолымнан да келер еді. Бірақ сенің де, өзімнің де келешегімді ойладым. Бала таппайтын бедеу әйел кімге керек? Баласыз өмірдің сен түгілі, бір аяғым көрде тұрған маған да қызығы жоқ. Мен Ұлбосынды аяп кеттім. Қалқамау, жұрт баласыз да өмір сүреді ғой. Ұлбосын менің бетіме ренжи қарады. Жұрт бірінің көзіне бірі шөп салып та, бір күн қосылып, бір күн ажырасып та, итшілеп өмір сүреді. Бірақ ондай өмірдің қажеті не?
Ерлі зайыпты болып өмір сүрер болсаң, адал, қуанышты өмір сүр. Ал нәрестесіз өмірде қызық бола ма? Өзім бала таппайтын болған соң, өзгеден гөрі балажан шығармын. Сөйтсе де айтарым, табиғи ауру емес, өзіңе өзің тілеп алған ауруға бола, басқаны бақытсыз етуден өткен қиянат та күнә да жоқ. Япырая, бұл қалай? Жоқ ұлбосын, мен ойлағандай әйел емес екен. Қандай адамға болса да жар болатын шын ақ көңіл, ақыл ойлы жан екен. Қайғысынан жаным жабықты. Енді бірдеме десе аяғына бас ұруға бармын. Бірақ ұлбосын кенет сөзді басқа жаққа бұрып кетті. Осының бәріне кім айыпты? Оның дауысы енді қатулана шықты. Жарайды, өзім дейін. Бірақ мен жас болдым ғой. 18 жасар қыз не біледі? Сүйемін, сенсің менің періштем деген сөздің өзінен ақ бойым балқып жүрегім өртенді ғой. Ал 40-тан асып, ақылы кемелденген Шерубай не көрген? Менің екіқабат болып қалғанымды білмеді ме? Біле тұра біреудің жас өмірін өзінің нәпсісіне қалай құрбан ете алды? Осы да махаббат болып па? Шын сүйсе, жақсы көрсе, мені неге аямады? Менің ар ұятымды, келешегімді неге есіне ұстамады? Жоқ, мен оны осы күні иттің етіндей жек көрем. Оған емделгенше өлгенім жақсы. Ұлбосынды жаңа түсінгендеймін. Енді менің де жүрегіме Шерубайға деген кек пайда болды. Дәл осы сәтте ол маған кездесер болса, бетіне түкіріп үйден желкелеп қуып шығардаймын. Шыдай алмадым. Оны құшағыма тартып, жасқа толған көзінен, ыстық ернінен, бетінен құшырлана сүйдім. Ал енді осы аз күн бірге көрген қуанышымызға риза бол, деді ұлбосын ақырғы рет бетін бетіме таяп. Мен 3-4 күнде Алматыға жүрем. Әке шешем әлі сонда. Үлкен профессор хирургке көрінемін. Қайтып келесің бе, әлде мен барайын ба? Ұлбосын қапелімде мені құшақтай алып, бұл сөзіңді өлгенше ұмытпаспын, рахмет деді. Бірақ менің сұрағыма жауап бермеді. 3 күннен кейін ол Алматыға жүріп кетті, шығарып салдым. Етімнен біреу ет кесіп әкеткендей боп, үйге әзер жеттім. Ол күні жұмысты қойдым. Кешке қарай үйге келген Әбілқас пен Базаркүлге де түнеріп қыр бермедім. Олар менің ыңғайымды байқап, бетіме бірер рет қарады да кетіп қалды. Мүмкін өкпелеп те кеткен шығар, мейлі. Олардың өкпесіне қарайтын жағдайым бар ма? Өз өкпем өзіме жетіп жатыр емес пе? Түні бойы көз ілгенім жоқ. Келіп қалған күздің суығындай, бүкіл ішім мұздай болып құлазып шықтым. Таңертең мені ауруханаға шақырып кісі келді. Мен ол жақта болмағалы 2 айдан асып кеткен. Келсем Шерубай өз жұмысын бітіріп кетіп қалыпты. Қайтыс болған орыстың қызғылт шашты бір сұлу жас әйелі екен. Кісі күтетін бөлмеде отырған бір ұзын бойлы, ұшқыш жігіт менің кім екенімді естіп, орнынан ұшып түрегеліп қасыма келді. Көзінде үлкен қайғының ізі бар. Қымбатты жолдас, қанша сұрасаң да төлейін. Тек маскасын өзінде етіп жасаңыз, деді жеңімнен ұстап. Кімі боласыз? Бала жастан бірге оқыған досы едім. Егер нағыз маска керек болса, өліктің денесін үйіңізге апаруға тура келеді. Жерлегенше әлі 1 күн уақытыңыз бар, дедім. Жігіт бірден жауап бере алмай күмілжіді. Мен бұл жерлік емес едім, ал үйінде маскүнем ері. Шіркін, адам баласының тағдыры қандай сан қырлы, сан сырлы. Сырт көз жібергенде ап айқынсың.
Үңіле қарасаң, шешуің қиын жұмбақсың. Мына сорлы әйелдің некелі күйеуі үйінде арағын ішіп, табытын дайындап, қара жерге қашан көмемін деп құлшынып отыр. Ал шын сүйген досы ескерткішке ең болмаса бейнесі қалсын деп ауруханада қанжылап тұр. Тірісінде осы сұлу әйелдің басында дәл осындай қайғылы хал бар екен деп ойлаған жан болды ма екен? Амал жоқ, әйелдің мүсінін ауруханада алуға тура келді. Мен жұмысымды аяқтап, енді қайтайын деп тұрғанымда бір дәрігер қарындас келіп, сізге бас хирург келіп кетсін деді. Шерубайдың кабинеті 2-ші қабатта болатын. Келсем, ол жалғыз емес, қасында Әбілқас бар екен. Күйеу балам кешегі жөндеп сөйлеспегенім есінде секілді. Әлде қандай бола қалыпты. Маған мардымсый қарайды. Кешеден бері өзім де теріме әзер сыйып жүргендіктен бойымды ашу қысып, жағынан тартып жібергім келді. Бірақ дәл осы сәтте Шерубай орнынан түрегелді. Сізге, Әбілқас Дәрібасович, алғыс айтамын. Мен Әбілқастың бетіне адырая қарадым. Және қарындасын әйелдікке алдым деп, о заманда бұ заман ағасына рахмет айтқанды бірінші рет естіп тұрмын. Алғыс айтумен қатар деп Шерубай сөзін сабақтай түсті. Әбілқас Дәрібасович, біздің ауруханаға адамның буынының қалай шығатынын көрсететін гипстен бірнеше модель істеп беруіңізді өтінеді. Мыналар не былшылдап тұр деймін ішімнен, ештеңе түсінбей. Қайдағы буын, қайдағы модель? Буын шықса, онда менің не шаруам бар? Әбілқастың не шаруасы бар? Бар болғаны ассистент қана емес педі? Бүкіл аурухананың қамын ойлайтын құдірет оған қайдан біте қалды? Сіз бірдемені ұқпай тұрсыз ғой деймін, деді кекете сөйлеген Шерубай. Әбілқас Дәрібасович кешеден бері осы қалалық аурухананың бастығы. Айсұлу Бейсенова жұмысты атқара алмаған соң Дәрібасовичті қоюға мәжбүр болдық. Ал жаңа бастық жұмысты жаңаша ұйымдастырмақшы. Бәсе, босқа қоқырая қалмаған екенсің ғой. Кеше неге келгеніңді енді білдім. Сенің сорыңа сонда көңілім жүдеу болған-ай. Әй дегенімен де қу екенсің. Маңдайы тар адам қу болады деп Бурдон тектен текке айтпаған екен. Қу болмасаң, асқан оқымысты дей отырып, Айсұлу Бейсенованың орнына қонжия қояр ма едің? Бастық болғанымды құттықтайтын шығар деп қолын қалтасынан алып, ыңғайланып келе жатқан Әбілқасқа мен іштегі ашуымды жеңе алмай едірейе қарадым. Ол абыршып кейін шегінді. Шыққан тобық жайында модельдер керек болса, шаумен артелімен сөйлесіңіздер дедім. Тұтыға үн қатып, жалпы алғанда бұдан былай қарай сіздерді көргім келмейді. Осыны естеріңізге алыңыздар. О тоба, Әбілқастың не жазығы бар? Бар жазығы бастық болғаны ма? Таз ашуын тырнадан алады дегендей, Шерубайға арналған тісімді оған да салып жатырмын. Әбіржіген Әбілқас. Өзіңіз біліңіз, деді сөз таба алмай жалынышты үнмен. Ағат кеткенімді өзім де сезіп тұрмын. Бірақ айтылған сөз атылған оқ. Оны қалай кейін қайтарарсың? Есікке қарай беттедім. Қош болыңыздар. Сәл кідіріңізші, деді Шерубай. Сөйтті де Әбілқасқа қарады. Біздің азырақ сөйлесетін сөзіміз бар еді. Шерубай екеуміз ғана қалдық. Шерубайдың бетіне енді ғана дұрыстап көз тастадым. Мен көрмеген 3 ай ішінде ол тіпті өзгеріп кеткен секілді. Екі ұрты суалып, беті бұрынғысынан да қатпарлана түскен.
көзі де көптен бері ұйқы көрмеген адамдай талмаусырап кіртиіп қалған. Бұрын құла төбелденіп ағара бастаған шашы енді тіпті көк буырыл тартқан. Кездеспеген 3 ай оған оңайға түспеген секілді. Өңі құр ғана жүдеу емес, аса қайғылы. Іштегі зардаптың сыртқа теуіп тұрғанын, боп-боз болып кеткенін бет әлпетінен де білуге болатын. Оңаша қалғаннан кейін түрегеліп барып, есікті қаттырақ жауып келді. Сірә ашық сөйлеспек ойы болса керек. Не айтар екен? Шерубай басын көтеріп бетіме қарады. Жантас, екеуміз бұрын сырлас болған жандар емеспіз, деді ол солғын үнмен. Сондықтан менің сөзім саған ерсі боп көрінуі де кәдік. Сырлас болмасақ та таныспыз ғой, айта беріңіз. Ол бетіме таңдана қарады да қойды. Осы медицинаны төңіректегеніме ширек ғасырдай болып қалды. Содан бері талай операция жасадым. Жүздеген адамды өлімнен құтқардым, өмір бердім. Өмір бердім деген сөз, бақыт бердім деген сөз емес пе? Ол ауыр күрсінді. Ал тағдыр маған әділетсіздік жасады. Мен бақытсыз жанмын. Бақытты болуды үйрену керек шығар. Оны үйренуге болмайды. Жоқ, болады. Біздің заманымызда ешкімде бақытсыз болып туылмайды. Жұртты да өзіңізді де бақытсыз ететін өзіміз. Кенет көз алдыма Ұлбосынның мұңлы жүзі елестей кетті. Егер Ұлбосын уылжыған 18 жасында біреуге кездеспесе, егер ол неме шынайы жанды адам болса, жас қызға қалай бақытты болуды үйретсе, бүгін Ұлбосынның бақытты болуы да ықтимал еді. Сөзіңе қарағанда Ұлбосынды бақытты болуға үйреткен секілдісің ғой. Шамасы тойларыңда болатын шығар. Иә, болады. Қашан? Бүгін, қазір. Шерубайға деген ыза бойымды билеп алған. Не айтып тұрғанымды өзім де білмеймін. Аздан кейін Шерубайдың бетіне қарап едім, шошып кеттім. Алдымда алдамшы қыз құмар, қатыгез жан емес, бүкірейген шал отыр. Қос иенін өзі көтере алмас бір ауыр жүк басып, басын төмен салбыратып, мықшия қалыпты. Тіпті жылап отырған адам тәрізді. Бақытты болуды үйренуге болмайды дейсіз. Неге екенін білмеймін, самай тамырым солқ-солқ етеді. Неге болмайды? Жұртты да өзімізді де бақытты ету, бұл біздің қазіргі күні алатын шебіміз емес пе? Тіпті бақытты болуды үйрете алмаған күнде, бақытсыздықтан қалай жалтарудың жолын көрсетуге болмай ма? Мұның үшін адам тек өз қызығы ғана ойламауы керек, өзгенің де өмірін, болашағын, тағдырын өз бақытымен тең көруі жөн. Бақытсыздықты жеңіп шығуға жол сілтеу де бақыт жолындағы күрес. Ал сіз не істедіңіз? Байқаймын, жүрегім қайтадан тулай бастады. Көз алдымызда Ұлбосын. Ойымды қалай келте қайырғанымды өзім де білмей қалдым. Тойларың қашан болады дейсіз? Қайдағы той? Ұлбосын ауру. Шерубай басын көтеріп алды. Қандай ауру? Сіздің балаңызды алдырам деп мәңгілік ауруға шалдыққан. Оны маған осы уақытқа дейін неге айтпаған? Өзіңіз неге сұрамадыңыз? Шерубай жауап бермеді. Ол енді орнынан созалаңдай түрегелді. Ерсілі қарсылы жүре бастады. Байқаймын, көзінде өмір оты пайда болды. Шамасы Ұлбосынның өзімен қосылмағаны сол ауруынан екен деген шешімге келген секілді. Ауруы болған соң Ұлбосын екеуміздің арамызда да пәлендей бүлінерлік ештеңе бола қойған жоқ шығар деген үмітке келді ме, әйтеуір аяғын ширақ басады.
сорлы кенет қасыма келіп тоқтай қалды. Ауру болғанымен өлген жоқ қой, одан құтқаруға болады. Қолымнан келгенін. Мен оның сөзін бөліп жібердім. Әуре болмай-ақ қойыңыз. Ол емделуге әке-шешесіне жүріп кетті. Қашан? Кеше. Екі иығы қайтадан төмен түсіп кетті. Ұлбосынның өзімен тым болмаса қоштаспай кеткеніне Шерубай енді түсінгендей. Ол аздан кейін басын көтеріп маған қарады. Көзінде жас бар. Өкініш жасы болса керек сірә. Қашан жүресің, деді ол даусын көтермей. Қайда, Алматыға ма? Жоқ, Ташкентке. Оның әке-шешесі былтыр Ташкентке ауысқан. Ұлбосынның өзі солай деген. Ұлбосынның қайда барарын менен жасырғанын, оның маған ендігі жоқ екенін түсіндім. Шерубай екеуміздің қайғы ұпайымыз түгелденгендей. Жоқ, мен еш жаққа да бармаймын, дедім. Қайда барарын айтпаған Ұлбосынға өкпелегендігімнен бе, әлде одан көдер үзуім керек деген әзір тек жүрек түбінде жатқан көмескі шешімімнің дүмпуі ме, бұл сөздің аузымнан қалай шыққанын өзім де аңғармай қалдым. Шерубай маған түйіле қарады. Сөз жоқ, оны осындай бақытсыз күйге ұшыратқан мен деп тұр. Расында солай емес пе? Шерубайдың бұл көз қарасынан оның мені жек көретінін айтпай-ақ түсіндім. Өзін мұндай күйге ұшыратқан адамды ол аяр ма? Құдай тек оның операция столына алармасын де. Мен үйден шыға бердім. Ұлбосынның тағдыры жанымды жегідей жеп маза бермеді. Оны аяп, бір күйіндім, бір ызаландым. Қолымнан бұдан басқа не келер еді? Жоқ, келетіні көп. Егер дарыным жетсе, мен оны мәңгі өлмес ете аламын. Менің қолымда еш дәрігердің қолына түспейтін қуат бар. Дәрігер оның жанын ғана сақтайды. Ал мен бүкіл адам баласына, болашақ ұрпаққа оның есімін, бейнесін, жүрек күйінішін, қуанышын сақтай аламын. Бұл оның маған деген махаббатының, Шерубайдан көрген зәбірінің төлеуі болмай ма? Сол емханадан келген күні ақ мен оның тас мүсінін жасамақ болдым. Осыдан бір ай бұрын салып алған суретіме қарап ұзақ отырдым. Бастан кешкен тәтті минуттар бірінен соң бірі тізбектеліп, көз алдымнан көшкен бұлттай елестеп өтіп жатты. Осынау сымбатты, күлімдеген, мұңды бота көз, сол алғашқы күнгі кездескенімдей қайтадан ойымды орап, бойымды биледі. Мен Ұлбосын мүсінін ең алдымен Лорендо Бартоленидің бүйі шаққан нимфа бейнесінде жасағым келді. Дегенмен әрі ойлап, бері ойлап, көңіліме қонған бұл композициядан бас тарттым. Оған себеп Ұлбосын өмірінің трагедиясы. Маған нимфаның бүйі шыққан зардабынан ауыр көрінді. Сондықтан оған басқа шешім, бөтен композиция керек секілденді. Екіншіден, әзірге біздің көркем өнердегі ойымызды беру бостандығы жеткілікті. Қалай жүрсең де еркің бар, бірақ адамгершілік идеялық шектен шықпау керек. Ұятай, Ұлбосынды тырдай жалаңаш салып қойыпты дейтін үлкендердің сөзін былай қойғанда, жас өспірім замандастарымның өзі не демек? Социалистік реализм, антикалық заманның шешімінен басқа адамның тағдырын, бейнесін көрсетуде жаңа әдіс, жаңа сөз таба алмаған ба? Адамды жалаңаш көрсету, сұлулықты қайғы, қуанышты бейнелейтін жалғыз ғана жол болып па еді демей ме? Осындай түйінге келіп, жаңа композиция, жаңа шешім іздей бастадым. Бірақ қанша ойласам да, өзім көрген нәркес көрініс жүрегімді алғашқы рет
шын толқытқан сонау табиғи сурет өзіне тарта берді. Оңтүстікте қыс тез өтеді. Әне міне дегенше март та туып қалды. Мырыштауда күн жылынып, ала шабыр қар бір екі-ақ күнде кетіп, көктем есе бастады. Ал мен болсам, мәдениет сарайындағы міндетті жұмысымнан басқа мезгілімнің бәрін осы ұлбосынның мүсінін жасаумен ғана өткіздім. Қазандай көгілдір мәрмәр тасты қашай-қашай бөріктей ғана қалды. Ұлбосынның тас төсекте шынтақтай жатқан тұлғасы ойылып та бітті. Енді жұмыстың ең ауыр сатысы қалды. Адам ажарына құбылыс, денеге көркемдік беру керек. Ішкі жан сезімі мен сыртқы бейненің үндестігін, сұлулығын, бірін-бірі толықтырып тұрған қасиетін келтіру керек. Бұның бәрі көз, бет құбылыстары, дене ишараты арқылы айтылуы керек. Бұл билейтін сатысы. Бүгінгі жұмыс күндегідей нәтижелі болды. Таңертеңнен үйден шықпай, тас мүсінді айналдырдым. Көптен бері ойдағыдай шықпай жүрген ұлбосынның маңдай кейпін айнытпай түсірдім. Қабағын түйгенде пайда болатын маңдайындағы білінер-білінбес қос сызық соншалық дұрыс түсіпті. Қапелімде шеберлігіме өзім де риза болып қалдым. Бұл жұмысты бітіріп, ұлбосынның енді қарлығаштың қанатындай қастарын жасауға кірісе бастағанымда біреу есік қақты. «Кіріңіз», дедім мүсіннен басымды көтеріп. Үйге Шерубай кіріп келді. Көрмегеніме көп болған. Бұрынғысынан да қажып жүдей түсіпті. Бірақ сыр бергісі келмеген адамдай сәндене киінуге тырысыпты. Үстінде жұқа сұрғылт лавсан костюм, қолында сұрғылт қалпақ, көгілдір балонияны қарына іле салған. Нағыз бір үйленейін деп жүрген жас жігіт тәрізді. Тек реңі ғана солғын. Менің үйімде бұрын-соңды болып көрген емес еді. Сондықтан оның бұл келісіне таңғалдым. Соны сезген Шерубай амандасып болғаннан кейін жүдей езу тартты. «Неге келдің деп таңданып тұрсың ба, жантас? Өзіңіз қалай ойлайсыз?» Түнде аспандата ұшқан қаздардың қаңқылдағанын естідім. Жаздың келгенін бүгін ғана білдім, деді Шерубай сөзіме жауап бермей. Дүниенің бір сәтті кездері болмаса, мен тіпті өмір сүре алмас едім. Үнемі кісі сою, өлім, кілең асқынып кеткен ауру, өзгені емдемек түгіл, кейде өзіңді өзің асып өлтіргің келеді. Шерубай аса бір қайғылы жағдайда секілді. Бірақ әзір мен ештеңе түсінген жоқпын. Тағы не дер екен деп жұмған аузымды ашпадым. Ол қалтасынан сигаретін алды да маған қарады. «Тартуға болады», дедім мен. Шерубай шылымын бір-екі рет сорды да ойлана сөйлеп кетті. Кеше сырқаты асқынып кеткен бір аяулы адамды операция үстінде өлтіріп ала жаздадым. Талай жасап жүрген операция ғой, бірақ маған не болды деймін. Соңғы кезде қолым дірілдеп, операция үстінде ойым бөтен жаққа бөлінетінді шығарды. Сірә шаршаған секілдімін. Әлде қайғы жеңейін деді ме? Өз басыңды арашалай алмай жүріп, өзгені қалай емдейсің? Шерубай шылымының түтінін қолымен ақырын жайқап, стол үстіндегі шыныға түсірді де тағы маған қарады. Мұндай жағдайда операция жасауға болмайды. Операция столына жатқан адамның өмірі шыны тәрізді. Абайламасаң сындырып аласың. Әрі ойлап, бері ойлап, кешеден бері операция жасаудан бір жолата бас тарттым. Бұдан бұлай тек патанатом жұмысымен ғана шұғылданам. Кенет езу тартып күлімсіреді. Ұзақ жылғы еңбегімнің осылай біткен қуанышына бүгін өзіме өзім демалыс бердім.
Маған Шерубайдың ұзататын қыздай киінгені енді түсінікті болды. Бірақ операция жасаудан мүлдем бас тартқанына шын қуанышты ма? Ол мамандық өзінің сүйіп қалаған ісі емес пе еді? Ендеше қалаған мамандығынан айырылу адамға қуаныш бере ала ма? Жақсы көрген ісінен айырылу оңай ма? Егер өз басыма сондай күн туса, не істер едім? Маған да сүйген ісіңнен айырылу тірідей өлік болумен бір секілді. Басқа барар жер болмаған соң, азырақ әңгімелесіп, көңіл көтерейін деп сенікіне келдім. Тапқан екенсің әңгімемен көңіліңді көтеретін адамды. Операция жасау қолыңыздан келмейтін болса, оған қапаланудың қажеті жоқ қой деймін, дедім мен тікелей. Орны толмас адам жоқ. Операцияны басқалар жасар. Жастар өсіп келеді ғой. Менің бұл сөзім Шерубайға ұнаған жоқ, көріп отырмын. Бірақ онда менің не шаруам бар? Ойымды сабақтай бердім. Шаршаған болсаңыз, енді дұрыстап демалыңыз. Кітап оқыңыз, музыка тыңдаңыз, театрға барыңыз. Халыңыз келгенше өткенді ұмытуға тырысыңыз. Өткенді еске түсіру жұрттың бәріне бірдей қуанышты іс емес. Өмір бойы адам баласына жақсылық істеген адам ғана өткен күнін ойласа қуана алады. Сіз не істедіңіз? Ауру жанға операция жасағаныңызды айтасыз ба? Бұл дәрігерлік міндетіңіз. Сол үшін сіз еңбекақы аласыз, профессор болдыңыз. Сізді үкімет, партия сол үшін оқытты. Өзгеден гөрі операцияны жақсы істейтін шығарсыз. Өзгеден гөрі ауру адамды өлімнен көбірек алып қалуыңыз ықтимал. Міндет қылғаныңыз сол ма? Табиғаттың берген дарынын саудаға салмаңыз. Ал мамандық еңбегіңізге қоса кең пейіл, дарқан жанды адам деген атты жоғары ұстаған кісі болсаңыз, мұндай жүдеу күйге соқпаған болар едіңіз. Не айтып, не қойғанымды өзім де білмеймін. Тек Шерубайға деген ыза жоқ жерден бомба болып жарылып жатқан тәрізді. Әрине, айтып жатқан сөзімнің көбі дұрыс емес екенін де білемін. Бірақ оның бәрін ақылға салатын қазір менде де мүмкіндік жоқ. Мен Шерубай бұлқан-талқан болып ашулана ма, немесе есікті тарс жауып кетіп қала ма деп едім, ол оның бірін де істеген жоқ. Дәл сен айтқан айыпты мен өзіме де тақтым, деді ол ойлана. Операция жасап жұртты өлімнен алып қалдым деп міндетсейтін ештеңе де жоқ. Егер суретші сурет салғанына, ақын өлең жазғанына бәлденер болса, әрине, ол да дұрыс емес. Мәселе әркімнің сол өз мамандығына, ұстаған жолына қалай қарады? Міне сонда. Мен өз міндетіме адал қарадым. Қолымнан келгенше барымды аямадым. Сондықтан менің арым таза. Мен оның сөзін бөліп жібердім. Арыңыз үнемі таза болды ма? Дәрігерлігіңізді бұлай қоя тұрыңыз. Адамгершілік арыңыз үнемі таза бола алды ма? Адамгершілік дегеніңіз халқыңа адал қызмет істеу емес пе? Бұл жағынан маған кінә таға алмайсыз. Ал Ұлбосынға келсек, сірә оған да айыпты емеспін демексіз ғой. Бәріне айыпты махаббат демексіз ғой. Махаббат еш уақытта да айыпты болған емес. Опасыз болсақ, біз өзіміз айыптымыз. Бұны білгеніңізге рахмет. Бірақ адам тек өзінің жамандығынан ғана қателесе ме? Бөтен де себептер бар емес пе? Қандай себеп болса да, адам тағдырынан қымбат емес. Басқа адамның тағдырымен ойнауға еш себеп керек емес. Әсіресе Ұлбосын секілді албырт жастың. Мен оның тағдырымен ойнаған жоқпын, деп Шерубай қинала сөйледі. Шын жүректен жақсы көргенім де рас. Ол кезде тек Ұлбосын ғана болды арманым. Құдай қырына алса,
адам қырқында да таз болады. Өзімді өзім ұстай алмадым. Онда алдымен үйлену керек еді. Үйленбейін дедім бе? Әйелім соның алдында ғана ұл тапқан. Бұрын баламыз болмайтын. Біріншіден бұл себеп емес. Екіншіден, енді сол әйеліңізді балаңызбен тастап кеткен болсаңыз, 2 есе күнәһарсыз. Шерубай басын төмен түсіріп жіберді. Жоқ, әйелім мен балам бұдан 4 жыл бұрын автомобиль апатынан қайтыс болған. Мен Шерубайдың бетіне үңіле қарадым. Алдымда беті әжім-әжім бүкшиген шал отыр. 50-де ғана деп мұны кім айтар? Аяп кеттім. Япырмау, оның жағдайын бұрын неге сұрамадым? Осынау адамның басынан аз қайғы өтпегені анық қой. Бұның жағдайын біле тұра ұлбосын неге өкпелейді? Өкпелемегенде қайтсын? Оның жас өмірі осы отырған мүсәпір адамның күнәсінен бұзылған жоқ па? Ойым бұлқан талқан. Нағыз бір тасыған судың толқыны әкетіп бара жатқан секілдімін. Қай жағаға қарай жүзудің, қай мұздың жиегінен ұстаудың ретін білмей сасудамын. Шерубай орнынан түрегеліп ерсілі-қарсылы жүре бастады. Ұлбосынан қабарың бар ма? Деді ол өте жүдеу сөйлеп. Жоқ, еш хабар ала алмаған соң сен бірдеме білеме деп келіп едім. Бұл жағынан менің де сізден артып кеткен ештеңем жоқ. Иә, солай секілді. Кенет ол маған жалына қарады. Сен ұлбосынның мүсінін салып жатқан көрінесің ғой. Көруге бола ма? Оған Әбілқас жеткізген екен. Кеше Базаркүл екеуі үйге келген еді. Жасап жатқан мүсінімді көріп, бұл кімнің бейнесі деген. Жалғанда қызас па деп жалтара жауап бергем. Өйткені ұлбосын екеуміздің арамыздағы жағдайды білсе, тек Шерубай ғана білетін шығар деген сенімде болатынмын. Біз ұлбосын екеуміз анда-санда оның үйінде кездескеніміз болмаса, еш уақытта да театрға не көшеге бірге шыққан емеспіз. Өсек ете қоятындай көршілері де жоқ. Бізді қайтсын, әркім өз шаруасында. Ал Шерубай да біле қалған күнде жұртқа ештеңе демесе керек еді. Сүйінші ала ма? Сондықтан ұлбосын екеуміздің арамыздағы сүйіспеншіліктен Әбілқас пен Базаркүлдің хабары жоқ деп ойлайтынмын. Ұлбосын туралы ешкімге тіс жармағанымды өзім білемін. Ал ұлбосынның да сыр сақтайтынына шүбәланбайтынмын. Сөйтсем, Әбілқас қу бәрінде білетін секілді. Әйтпесе әлі әбден бейнеленбеген мүсінді ұлбосынның мүсіні дерме. Және оны Шерубайға айтқан тек сол. Әйтпесе мұны одан басқа жан көрген жоқ. Әбілқасты алдағанмен Шерубайды алдауға болмайды, реті жоқ. Енді ол кіріп келе жатқанда мүсіннің үстіне жаба салған шүберекті сырып тастадым. Шерубай орнынан түрегеліп, мүсіннің жанына келіп, үн-түнсіз қатты да қалды. Тастағы кімнің тұлғасы екенін бірден танығанын көзінен көріп тұрмын. Әлден уақытта ол мүсіннің жанына бір тізерлей отырды. Алдында тұрған тек тас бейне емес екенін білгісі келгендей, ол енді ұлбосынның басына қолын апарды. Мүмкін тас болса да, сүйген адамының жұпар иісін есіне түсіріп, сұлу денесін тағы да бір аймалағысы келіп кетті ме, мүсіннің шашынан сипап, қолын мойнынан төмен қарай сырғытып, мықын тұсына әкеп тоқтатты. Тас дене осы жерге дейін ғана ойылған болатын. Әрі қарай ұлбосын денесінің жалпы тұрқы ғана болмаса, әлі анықталып бейнеленбеген еді. Шерубай созылыңқырап түрегелді. Белінен төменгі денені тәптіштеп көрсетпексің бе? Әрине,
осы қалпында қалдыруға болмас па екен? Үстіндегі көрпесінің жартысы ашылып, жартысы жабылып жатқандай болып көрінсе, шындықтан оғаш кетпейсің. Көзінде де, үнінде де бір жалынышты сезім бар. Шіркін жүрек, жақсы көрген адамын тым жалаңаш жібергенін ұнатпай тұрған анық. Өмір бойы жалаң адам денесімен шұғылданып келе жатса да, қазір оған ұлбосынның құр денесін ғана емес, оның ар ұятын да жалаңаштағандай көрінем. Мүмкін бұл жасы ұлғая бастаған адамның ілтипат сақтағанды ұнатқандығы ма? Солай секілді. Көбіне жасқа қызық ой, кәріге бұзық ой болып көрінетіні бар емес пе? Шерубайдың ойы маған да ұнады. Өзім білетін сұлу тұлғаны жұртқа әшкерелеп көрсеткенде не табам? Маған жексұрын көрінгенімен мұның білімдар, тіпті ақылды адам болуы да кәдік-ау өзі. Сүйген қызыңды жалаңаштауға арың қалай шыдайды деген орыс әдебиетінің арыстаны Толстойдың пікірін мұның білмесіне кім кепіл? Айтқан сөзін қалт еткізгім келмеді. Жақсы, есте болсын дедім. Қаншаласың, деді ол кенет маған кілт бұрыла қарап. Мүсінді жасап болған соң маған сат. Біреу жағымнан тартып жібергендей болды. Оңбаған, мен күні-түні ұйқы көрмей тас қашап жүргенімді ақша үшін деп ойлаған екенсің ғой, дедім ішімнен. Шерубайға деген көңілімнің сәл жібеген бұрынғы ашуын жеңіп, қайтадан көтеріле бастадым. Сөйтсе де өзімді өзім ұстап қасақана. 100 000 сом дедім. Ескі ақшамен ба? Жоқ, жаңа ақшамен. Ондай ақша маған қайдан келсін, деді ол жүдей сөйлеп. Өмір бойы ақша жинап көрген емеспін. Тек соңғы жылдары ғана жұмсайтын мұқтажым болмаған соң жинақ кассасына салған бір 10 шақты мың сом ақшам бар. Соны тегіс ал. Бір тиын кемге бермеймін, дедім мен қасара сөйлеп. Ұлбосынның бейнесін тым арзан бағалайды екенсің. Шерубайдың екі иіні төмен түсіп кетті. Шоқ бәлем, саған сол керек. Жоқ болса қайдан табам? Онда менің шаруам қанша? Әрине, менің бұлай сөйлеуім дұрыс емес. Оны өзім де білем. Шерубайдың бетіне қарап едім, ол тым жүдей қалған екен. Аяп кеттім. Ашуымды шайып жуғым да келді. Сөйтсе де сыр бермегенсіп. Әнеу күнгіден бері күні-түні көк мәрмәрді текке қашады дейсіз бе? Дедім. Міне көр, алақаныма сүйел де пайда болды. Менің соңғы айтқан сөздерім 100 000-нан мүсінді кемге бермейтініме көзін жеткізді білем. Шерубай енді тіпті күдеу баяу күрсінді. Ақшаның мұндай қажетке зәру боларын білгенде, баяғыдан бері жинай берер едім ғой. Сіздей адамның ақшаның құнын білмейді дегенге сену қиын. Егер сізге ұлбосын мүсіні қымбат болса, табыңыз төлеуін. Менің мұным қай сөз, табалау ма, әлде кекету ме? Соншама шұқшиятындай, бұл қай бір жетісіп жүрген адам. Шерубай маған жауап қайырған жоқ. Ұлбосынның мүсінін қия алмай, көзін бір аударды да, шляпасын алып үн-түнсіз үйден шығып кетті. Терезеден көріп тұрмын. Арғы көшеге өтіп барады. Сәл бүкірейе түсіп, аяғын ілбей басады. Кенет Шерубайды қуып жеткім келді. Бірақ орнымнан тырп етпедім. Өзімді өзім қалай ұстағанымды білмеймін. Шерубай кеткеннен кейін біраз толқып, көңілімді әзер бастым-ау. Әрі-беріден кейін мүсінді оюға қайтадан кірістім. Адам деген қызық жаратылған ғой. Қолда барда алтынның қадірі жоқ. Қолыңнан шығып кетсе,
мойныңа бұршақ салып қайта оралуын тілейсің. Кеше ұлбосын көз алдымда жүргенде мән бермей қалтамда жатқан ақшадай көрдім. Одан айырылып қалады екем-ау деген қауіп өңім түгілі түсіме де кірген емес. Қадірін білмедім. Маған өзімшіл зор сенім қайдан пайда болды? Өнерім қанасынан асып төгіліп жатқан өнерпаз емеспін ғой мен. Қазандай бір тасты айналдырғаныма 5 айдан асып кетті. Расында, бұл мүсіншіге көп уақыт па? Аполлон мен Венераның мүсінін көне грек шебері 20 жыл ойды деген аңыз бар. Көркем өнер қанша да болса шыдамдықты, табандылықты тілейді. Сол табандылық менен табылар ма екен? Бірді айтып бірге кетем. Әлгінде ұлбосын көз алдымда жүргенде қадірін білмеуші едім дедім ғой. Ал көзімнен таса болып еді, оны күннен күнге сағына бастаған секілдімін. Расында солай ма? Онда оған неге кетпе демедім? Алғашқы рет құшағын ашып бар сырын ақтарып келгенде неге үйленемін демедім? Сол күні мені қызықтырған өнер шабытына қанат бітірер сұлуға тұлға болмап па еді? Қазір де қиялымды қанаттандырып 5 ай тас қашаттырып қойған сол бір мінсіз тұлға емес пе? Бұл не? Махаббат па? Әлде сол бір сұлу әйелге қызығып жас көңілдің еліктеуі ме? Ой түбінде жатқан бір сезім өзімнің соңғы топшылауымды қабылдайтын секілді. Сондықтан ұлбосынның асыл бейнесін тас мүсінге айналдырғым келетіндей. Сондықтан да мен кішкентай болат балғамды көк қашаудың үстіне салып, күндіз түні көгілдір мәрмәрді ұрғылайтындаймын. Шынын айтқанда бұл менің бірінші рет ғашық болуым емес. 25-ке келгенше еш қыздың бетіне қарамадым дегенге кім сенеді? Әрине қарадым да. Қыздармен бірге кинотеатрларға барып, би алаңдарында биде биледім. Жастық дегеннің өзі де би емес пе? Бойыңа біткен қуат қызуын қайда сыйғызарыңды білмей жан таласасың. Бір орында отыра алмайсың, шыр айналасың. Мұның өзін би емес деп кім айтты? Бірақ махаббат мәселесінде жолым болып көрген емес. Маған ұнаған қыздардың жігіттері болып шығады, яки қызға қашан ұнаймын деп кинотеатрға шақырғыштап жүргенімде оларды менен гөрі пысықтау біреулер қағып кетеді. Менің жүрегімнің түбінде ұйықтап жатқан жастық сезімімді алғашқы оятқан Аяужан атты бір жас періште еді. Қазір әңгімем ол туралы емес, басқа қыз жайында. Аяужанға да кезек келер. Ленинградта оқып жүргенде маған бір қыздың өте ұнағаны әлі есімде. Өзі қазақ болса да сарғылт алтын шашты, аспан түстес көгілдір көзді болатын. Аты Үміт еді. Ол біздің шеберханамызға натурщица болып келді. Ересек жігіттерді көріп жерге кірердей болып ұялады. Алғашқы күні шешіліп сөйлемеді. Студент болғанмен біз де адамбыз ғой. Құлақ еститінін естиді, көз көретінін көреді. Қымсынбасқа, ұялмасқа амалы бар ма? Ертеңіне қайта келді. Сірә қаражатқа зәру болуы керек. Жалаң бейнесін салуға көнді. Бірақ өзгелер емес, тек мына бала салсын деп мені нұсқады. Мені неге таңдағанын өзім де білмеймін. Мен өзгелерден гөрі жастау болатынмын, және оған басқалардай сұқтана қарамадым. Ол кезде менің де өжеттігім шамалы. Заты осы қасиеттерім жеңген болу керек. Әйтеуір мені өзі қалады. Әдепкіде екеуімізге де қиын болды. Бірімізден біріміз ұялып, әбден зықымыз шықты. Жалаңаш қыз тұлғасын бірінші рет көруім,
бір жағынан таңсық, екінші жағынан маған да ерсі. Осы бірінші көрген денемнің әсері болуы керек. Бұл дүниеде ең сұлу көріністің бірі жалаңаш әйел денесі деген ұғым менде содан қалған секілді. Расында да үміттің денесі сондай сұлу еді. Жұп-жұмыр қағаздай аппақ, қос анары бұзылмаған алмұрт тәрізді, үштері сүт сүйір болып бір жатпайды. 4-5 сеанстан кейін бірімізге біріміз үйрене бастадық. Ол маған енді бұрынғыдай ұялуды қойып, күлімдей қарайтын болды. Ал мен болсам, өзімде білмеймін, қандай күйге ұшырағанымды. Көз алдымнан үміт бір кетпейді. Сабақта отырсам да, үйге келсем де, трамвайда кетіп бара жатсам да көз алдымда тек қана бір үміт. Оның күлімсірегені, басын қалай бұрғаны, маған қалай қарағаны бәрі есімде. Мазамның кеткендігі соншалық, шырт ұйқыда жатсам да үміт есіме түсіп кетсе, қайғы деген кірпішешен жүздеген инесін жүрегіме түйреп алғандай селт етіп оянам да, сосын таң атқанша көз ілмеймін. Маза көрмей дөңбекшимін де шығамын. Суретке түскен әр сеанстан кейін мен оны әдетім бойынша автобус аялдамасына дейін апарып салатынмын. Танысқанымызға 2-3 күн өткеннен кейін оның әке-шешесі жоқ, өзі автоматим техникумында оқитынын білгем. Үміт сеансыға келетін күні маған мереке тәрізді. Ол түні қыры сынбасын деп, жалғыз шалбарымды су бүркіп матрасымның астына салып жатамын. Ақ көйлегімнің жағасын жыртылуға таяғанша аппақ етіп жуамын. Ал аяқтағы қара бәтеңкемнің былғарысын жылтыратамын деп, шұғамен үйкелей үлбіретіп алдым. Бірақ оған сені жақсы көремін деп, аузымды ашуға батылым жетпейді. Үміт келген сайынғы дағдым үнемі осы. Ол да тіл қатпайды. Мен де жұмған аузымды ашпаймын. Суретін саламын, автобусқа апарып келуін күтемін. Осындай жағдайда 3 айдай жүрдік. Оқу жоспары бойынша үміттің суретке түсіп болатын күні де жетті. Бүгін ойымдағы арманымды ашпасам, не ашуым керек екендігін әлі де анық білмеймін. Үміт енді маған жоқ, ол ертеңнен бастап келмейді. Екеуміз қатарласа жүріп келеміз. Менде әлі үн жоқ. Тек көңілімде мұң, айтайын дегенім тілім үшінде. Үміт, қашан кездесеміз? Сен маған өте ұнайсың демекпін. Автобус аялдамасына таяу қалдық. Не болса ол болсын. Нағыз бір биік жардан суға секіргелі тұрғандай, бойым діріл қағып, көзімді жұмып, аузымды аша бергенімде, үміт менен бұрын. Сізге көп рахмет. Менің үйлену тойыма мүмкіншілік жасадыңыз. Студенттерде ақшаның көп болмайтыны өзіңізге де мәлім ғой, деді ол қызара ұялып. Және Володя екеуміздің атымыздан өтінемін, жексенбі күні біздің үйлену кешімізге келіңіз. Төбемнен біреу ұрып жібергендей болды. Менің 3 айдан бері бар тапқаным үміт тойына тек ақша жинап алуға жәрдемдескен екенмін. Үйге қалай қайтарымды білмей тұрып қалдым. Бұдан кейінгі мені кәдімгідей толқытқан ұлбосын. Бұның да жайы маған белгілі болды. Одан хабар ошар болмаған соң, аурумын дегені менен құтылғысы келген екен. Бәсе, қайда барарын менен текке жасырмаған екен деген қорытындыға келдім. Әйтсе де оның мүсінін жасай бердім. Талай түнді ұйықтамай өткіздім. Әйтеуір апрельдің аяқ кезінде жасап та бітірдім. Мүсін көңілдегідей боп шықты. Ұлбосыннан алған қуанышым қиялыма қанат берген, бірге өткізген тәтті түндер текке кетпепті. Дарынымды шалықтатып, өнеріме өнер қостырды. Көптен бері арман етіп жүрген
көркем өнердің бір ғанибет туындысын жасауыма себеп болған махаббатыма да, Ұлбосынға да мыңда бір рахмет. Ал ол шын ауру болса, ауруынан айықсын, ауру болмаса бақытты өмірге жетсін. Ақыл, ой адамның творчестволық қиналуы негізінде оның сұлулыққа ұмтылуынан, бірақ сол сұлулықты қалай берудің дұрыс шешімін таба алмауынан туады. Мақсат бір алыстан бұлаңдаған қызыл түлкі тәрізді, ал қуып жетіп көр. Ол сан қызыл түлкіге қолын созған сайын көңілін күдік, ойын тұман басады. Бір шешімнен екінші шешімге көшеді. Тастап кетейін десе, алдындағы қызыл түлкі арман көңілін тартып қоймайды. Тастамайын десе, дәл тапқан жол жоқ. Алды бұлдыр сағым құр елес. Міне осындай жағдай ой адамының жанын жегідей жеген творчестволық қиналуына себеп. Ұлбосын мүсінін салуда менде ондай қиналу болған жоқ. Бұл неліктен? Бұл мүсін менің ақыл ойымның ұшар көгі, қонар көлі болмағандықтан ба? Әлде Ұлбосынға деген менің сезімім шын ғашықтарға тән сенім еместіктен бе? Не дегенмен де ойымды толқытып, ойымды билеп әкетіп бара жатқан асау күш жоқ, бірақ мүсін ойлағанымдай шебер шығуда. Ғашықтық өз басымнан қазақтың ескі ертегі дастандарында кездесетін осы бір ғажайып сезім әлі шын өтпегендіктен бе? Шерубайдың Ұлбосын жайындағы қайғысына тақа сене де қоймадым. Біздің заманымызда ондай ғашықтық болуы мүмкін бе? Басы ауырғанның Құдайға несі бар дегендей, мүмкін өзім Шерубайдан азап жүгін арқалап көрмегендіктен өзгенің қасіретін түсінбейтін шығармын. Иә, солай секілді. Оған көп кешікпей көзім жетті. Бір күні мен Шерубаймен тағы кездесіп қалдым. Мен қайтыс болған бір жас жігіттің маскасын алып, үйге қайтып бара жатыр едім. Кезекті операциясынан кейін бақшада дем алып ерсілі-қарсылы жүрген Шерубайға тап келдім. Түрін көріп шошып кеттім. Екі көзі шүңірейіп, екі ұрты суалып, құр сүлдесі ғана қалыпты. Сізге не болған дедім амандасып біткеннен кейін таңданғанымды жасырмай. Аурусыз ба? Аурумын. Қай жеріңіз ауырады? Шерубай жүрек тұсын меңзеді. Микокардитсіз бе, әлде инфарктсіз ба? Дедім өзім шала білетін жүрек ауруының аттарын есіме әзер түсіріп. Шерубай мысқылдай езу тартты. Өзіңнің жүрегің ауырмаған соң қайдан білейін деп едің? Ол енді маған тесіле қарады. Баяғы бір жазылмайтын жүрек ауруы да аты Ұлбосын. Ол расымен ақ жазылмайтын ауру болғаны ма? Сен әлде сенбейсің бе? Біздің заманымызда, атом заманында ондай ғашықтық болуы мүмкін бе? Тым өткен замандар ертегісіне ұқсайды. Сен біздің заманымызда шын ғашықтар болмайды деп ойлайсың ба? Бірін-бірі жақсы көру, сүю болады. Ал бірі үшін бірі жан берерлік ғашықтық. Мен сөз таба алмай, сәл кідірдім де, өзімдік сенбестік ойыма қайта оралдым. Тым ертегіге ұқсайтын жайт. Бекер олай дейсің, деді Шерубай қабағын түйіп. Сенің бұл сөзің адал жанды ғашықтарға жапқан жала. Мен ондай адамдарды көп көрдім. Егер естігің келсе, өзім куә болған екі ғашық жанның ғажайып уақиғасын айтып берейін. Қозы көрпеш пен баян сұлу секілді. Бірі үшін бірі жан қиғандар жайында ма? Жоқ, өлім үшін емес, өмір үшін алысқан ғашықтар жайында. Шерубайдың іштегі шерін сыртқа шығарғысы келіп тұрғанын сезіп, үйде бәлендей істейтін шаруам болмаған соң,
дәрігердің әңгімесін тыңдағым келіп. Айтыңыз, тыңдауға мен дайынмын дедім. Біз бақшаның кісі көп жүрмейтін бір тыныш бұрышына барып, орындыққа қатарласа отырдық. Мен медицина институтын бітіріп, Қызылорда қаласына алғашқы тәжірибе жұмысына келген жылым еді, деді Шерубай бірден сөзге кірісіп. Үкімет берген үйде маған көрші ерлі-зайыпты қазақтың 2 жасы тұрды. Ерінің аты Асығат еді, әйелінің аты Қаракөз. Қаракөз десе Қаракөз еді-ау. Жаңа атып келе жатқан таңдай бозғылт жүзді. Тұнып жатқан қара судай үлкен ойлы қара көздері әлі есімде. Адам да жылқысы тәрізді ғой. Көктемде келген аққу қаз ұзап ұшқан сайын өзінің жаз бойғы рақаттана жүзген көлін ұмытпай ма? Адам да сол секілді. Басыңнан өткен күннің алыстаған сайын кездескен адамдарыңды да ұмытасың. Шерубай ақырын күрсінді. Бірақ қара көзді мен осы уақытқа дейін ұмытар емеспін. Сірә, о да сіздің жүрегіңізге жара салған ғой. Өзім осы сөзді айтарымды айтсам да, жерге кірердей болып ұялып қалдым. Оған себеп маған Шерубайдың «Сен не айтып отырсың?» дегендей таңдана қарағаны болды. Оның бұл көз қарасында бір үлкен мұң, аяушылық бар еді. Өзімнің тайыз ойлы мүсәпір жан айтар сөзді айтқанымды түсініп, қызара түстім. Менің мұндай жағдайымды аңғарған Шерубай қайталап сөз қозғаған жоқ, әңгімесін соза түсті. Бұл 2 жас бірін-бірі өте жақсы көретін еді. Үйленгендеріне 3 жыл толыпты. Араларында 2 жасар ұлы бар. Аты Берік болатын. Ері Мәскеудегі жол салу институтын, әйелі мұғалімдік 2 жылдық жоғарғы дәрежелі мектепті бітірген екен. Бірін-бірі сыйлағандығы, жақсы көргендігі соншалық, тіпті тыс көзге де айқын еді. Шерубай сонау бір өткен күнді көз алдына елестеткен ұзақ уақыт үндемей қалды. Иә, сосын дейсің бе, сосын не болатын еді? Дүниеде қуаныштан қысқа не бар? Жарық күн батып түн келді. Өмір деген ақ айдында рахаттанып жүзген қос аққуды тағдыр атты жауыз заңшы ақ айдыннан айырды. Қаракөз бір күні біздің ауруханаға келді. Бармағында пайда болған қал секілді кішкентай жарасын көрсетті. Бұл ол кезде жазылмас ауру алапестің ең алғашқы белгісі еді. Амал жоқ, біз оны өзгеге жұқтырмас үшін сол кездегі резервация барса келмес аралына жүргізбек болдық. Денем тітіркеніп, бойымды бір бастырық секілді қозғалтпас зіл басқандай болып кетті. Ерінен баласынан айырып па? Иә, өйтпеске болмайтын еді. Өзге жұртты аман алып қалу үшін бұл жалғыз жол. Япырая, қандай трагедия. Жаны сүйген ері мен баласынан айырылған сорлы әйел кеселінен бұрын қайғыдан өледі ғой. Иә, қара көздің сондай қалге ұшырайтынын білген Асығат біз ойламаған шешімге бел буды. Міне, шын ғашық деп соны айт. Қандай шешімге, тезірек айтыңызшы. Менің шыдамсыздығымды пайдаланып, жанымды күйдіре түскісі келгендей, Шерубай тағы да ұзақ уақыт үндемей отырып алды. Менің ойымды Асығат қандай шешімге келді деген сұрақ әкетіп барады. Жас басынан мөлдір суға үңілген жасыл емен тәрізді, сүйген жарының таза сезімінен науаттанған жас Асығат махаббатын жоқтатпас қандай жол тапты екен? Әлде жол таба алмай, алтын таңда у-шу боп оянған қалың ормандай
тамаша дүниеден екеуі бірдей мәңгі күдер үзбек болды ма екен? Қиянат өмірге бұ да дұрыс шешім. Бұдан бөтен Асығатқа не қалды? Күн өтер, өмір өтер, өтер адам, деді кенет Шерубай қайтадан сөзін жалғап. Адам өлсе, басына тірісінде көлеңкесі арман болған қалың ағаш орнайды. Ал артында егер жұртқа істеген жақсылығы болса, сонысы қалады. Ал жақсылық істеуге үлгермеген адамның үрім бұтағы мұрагер болады. Асығат жалғыз ұлы Берікті созақ маңайында тұратын кәрі әке-шешесіне апарып салды. Өзі не істеді? Расынан ақ қара көзді өзімен бірге? Жоқ, ол өзін де қара көзді де өлімге қимады. Ол өмір үшін күреспек болды. Сонда не істеді? Асығат қара көзбен бірге барса келмеске кетпек болды. Алапестер колониясына ма? Иә. Біз қанша айтсақ та көнбеді. Қара көзсіз маған өмірдің керегі. Мұндай жағдайда не істеу керек? Жарынан айыру адамгершілікке жатпас еді. Дәрігерлік комиссия амалсыз көнді. Рас, бұл шын махаббат, дедім мен демімді әзер алып, маңдайымнан шыққан терімді алақаныммен сүртіп. Жоқ, бұл махаббаттан да жоғары күш. Мұнда махаббатты ардақтау ғана емес, мұнда адамгершілік, сүйген үшін жан қию, ажалдан бас тартпау ерлігі бәрі қосылған. Міне, бұл шын ғашықтық. Ғашықтықтың азабынан өлім арқылы құтылу емес, бұл сол ғашықтықты бір күн болса да соза түсу, ұзақ жыл азапты өмірде тартқан ауыр зардабы, қасіреті арқылы сүйген жарына өзінің қандай дос, қандай адам екенін айқындап беру. Бұл сүйдім, сен үшін өлем деген бос уәде, қызыл сөз емес, шын сүйген жүректің қайтпас анты. Міне, шын ғашықтар осындай болады. Бұл өткен күннің емес, біздің заманның ғашықтары. Иә, сосын? Қандай сосынды сұрайсың? Аяғы немен бітті? Асығат қара көзбен бірге кетті ме? Иә, бірге кетті. Одан кейін қандай хабар алдыңыз? Асығат уәдесінде тұралды ма? Шерубай жауап қайырған жоқ. Ол тағы да сонау қайта тірілмес монумент секілді мәңгі өшкен, өткен күн елестеріне көз жібере тына қалды. Әрине, Асығат пен Қаракөз уақиғасы оның жүрегіне кетпес сурет болып жазылған. Сол суретке үңілген жанарында бір ғажайып аяныш бар. Сол аяныш осынау көз байланып, өтіп бара жатқан өміріне де қанат жайған. Қазіргі отырған келбетінен сол өткен күндерді де бүгінгі күн тәрізді өкінішті, аянышты екені көрініп тұр. Кейде өзіме өзім, адамзат баласы жаралғаннан бері өмір сүріп келе жатқандай көрінемін. Жерде, аспанда сондай кәрі тәрізденіп кетеді. Тіпті көк бетінде жымыңдаған жұлдыздар да қалай болса солай қадай салған, әбден әрі кеткен тозған теңгелер секілденеді. Аспанның көгілдір түсінің тозғандығы сонша, нағыз бір ескі қаңылтыр дерсің. Мұндай кездерімде көк майсалы қара жердің өзі де кедей үйдің қырық жамау көрпесіне ұқсайды. Көрпе деген аты, жылуы жоқ құр шоқпыт. Менде ақырғы кезде осындай минуттар көп болады. Бұны неліктен деп ойлайсың? Шаршаған боларсыз. Неден? Жұмыстан, көп ойланудан. Жұмыстан адам шаршай ма екен? Ал ойламасаң, жынды болып кетерсің. Бізді адам етіп жүргеннің өзі сол ой емес пе? Жоқ, жантас шырағым, мен өзімнің күшсіздігімнен шаршадым. Ол сәл үндемей қалды да қайтадан сөйлеп кетті. Менің қолымнан күніне 2-3 қатты кеселді адам өтеді.
кейбіреуін ажалдан алып қаламын, ал кейбіреуін, иә, оны құтқара алмай қалған күні жарты жасым өткендей қартаямын, қайғырамын, өкінемін. Мен Шерубайды жаңа ғана түсіне бастаған секілдімін. Жалпы адам баласы үшін осыншама опық жеген, осынау бір жүдеу жанға өзге жұрт қандай жақсылық істеді, өзім қандай алғыс айттым. Иә, бірақ сен сонда жалпы адам баласының қамын ойлап, қамыққан осы кісінің Ұлбосынға істеген қиянатын қалай кешірмексің? Демек, жалпыға істеген жақсылығы бір адамға ғана істеген жамандығын жоя алмағаны ма? Өткен күнде бүкіл өмірі халқына, ел жұртына еңбек етумен өткен кемеңгерлердің жеке қателіктері үшін бар жақсылығын жоққа шығаруға бола ма? Сүрінбейтін тұяқ жоқ, қателеспейтін адам бар ма? Бұл тұрғыдан қарағанда Шерубайдың да күнәсін кешу қажет-ау. Бірақ сонда күл талқан болған Ұлбосынның жас өмірін кімнің мойнына артпақсың? Менің ойымды Шерубайдың өзі бөліп жіберді. Асығат пен Қаракөзге еш жәрдем бере алмағаныма осы күнге дейін өкінемін, деді ол ақырын күрсініп. Бұл да біздің әлсіздігімізді көрсетеді. Осындай көз алдымда сөнген аяулы жандарды көре тұра, адам қалай қамықпасын? Олар сіздің көз алдыңызда қаза болды ма? Жоқ, Асығат пен Қаракөздің жазылмас аурудан ұзақ қиналып, ажал тапқандарын біраз уақыт екеуіне деген дәрігер айтқан. Асығат та сол кеселден қаза болды ма екен? Иә, өзі тіленіп барған соң. Дегенмен Асығат өкініште кеткен шығар. Бар мәселенің өзі осында. Маған дәрігер айтты. Асығат өзінің сол кеселге шалдыққанына өкіну түгілі, сен үшін осындай болдым ғой деп, азапты ұзақ жыл өмірлері ішінде Қаракөзге бір рет қабақ шытып көрмепті. Ақырғы күндеріне дейін бір-біріне қатты сөз айтпай өтіпті. Дәрігердің айтуы бойынша Қаракөз қайтыс болған кезде Асығат әжептәуір тың екен, бірақ жар ажалы оны да ұзаққа апармапты. Әңгімемнің алдында айттым ғой, екеуі Айдын көлдегі аққу тәрізді еді деп. Сыңарынан айырылған аққу қайғыдан өледі дейді ғой қазақ. Асығат та ара кезінен айырылғаннан кейін қайғылы жалғыздыққа шыдай алмаған тәрізді. Көзіме жастың келіп қалғанын жаңа ғана аңғардым. Қос аққу тәрізді екі ғашықтың осы бір уақиғасы жанымды бұлқан-талқан етіп, толқытып жіберді. Міне, шын ғашық деп осыларды айт дедім, бөтен сөз таба алмай. Бәрімізде солардай бола білуіміз керек, деді Шерубай, бағанағыдай емес, ширақты сөйлеп. Махаббаттың құны қуанышында емес, қайғысында. Қуанышына кімде болса мәз бола алады, ал қайғысын көтере алса, сонда ғана ол махаббатты шын бағалай білгені. Асығаттың баласы қайда? Одан хабарыңыз бар ма, дедім. Екі сорлы жастың екіде баласы қалды деген Шерубайдың сөзі есіме түсіп. Дәрігер бетін бұрып, Берікті айтасың ба, деді баяу сөйлеп. Ол қазір медицина институтында оқып жүр, бір болайын деп тұрған жігіт. Әке шешесінің әлгіндей жағдайда қайтыс болғанын біледі ме? Білмей, Асығат пен Қаракөздің бар армандары жалғыз ұлдарын бір көріп өлу болыпты, бірақ оған мүмкіндіктері болмапты. Демек, хат жазысып тұрған көрінеді. Шерубай ақырын күрсінді. Оның бұл күрсінуінде өзінің де арманы бар, бірақ өзі айтпаған сырды мен қозғағым келмеді. Ол менің осы ойымды сезді ме,
бетіме тағы қарады. Бала деген бауыр еттен жаралған деп қазақ білмей айтқан ба? Бейшаралар өлгенше беріктің суретін көздерінен бірде-бір таса етпепті. Өзім көрмесем де ауыр тағдырлары жаныма жара салған қыршын жастардың қайғысынан жүрегім удай ашып кетті. Махаббат деген міне осы, деді Шерубай, тағы да менің ойымды бөліп. Сен махаббаттан құмарлық, еркек пен әйелдік сезімді алып тасташы. Егер сонда бірін-бірі жақсы көрген екі адам, бірісіз бірі өмір сүре алмайтын екі аққу құсқа ұқсаса, міне сонда ғана олар шын ғашықтар. Бірі ажал тапса, екіншісіне қалаған дүниенің керегі жоқ. Адам құмарлықтан күшті, бірісіз бірі өмір сүре алмайтындай сезімге ие болса, сонда ғана ол шын махаббатқа да ие. Еркек әйелдік құмарлық сезімі араларында өшкен күнде де жақсы көру сезімі өшпейтін күйге жетсе, міне сонда ғана махаббат рухани күшке айналады. Сонда ғана нағыз ғашықтық пайда болады. Адам осы сатыға шыққанда ғана бірісіз бірі өмір сүре алмайды. Бірі қаза тапса, екіншісінің қалған өмірі басы бар да аяғы жоқ, бітпей қалған кітап секілді болады. Асығат пен Қаракөз шын ғашықтар еді. Олар өз кітаптарын тегіс жазып кетті. Егер махаббат тек құмарлық сезім дүниесіне құрылған болса, олар мұндай аңызға айналмас еді. Міне, жан ас. Менің Ұлбосынға арналған сезімім де сондай. Мүмкін сен менің оған деген көңілімді жас сұлуға құмартқан кәрі құртаңның көңілі деп ойлайтын шығарсың. Олай ойласаң қателесесің. Менің оған деген махаббатым құмарлық, ләззат деген ұғымдардан жоғары. Маған сіздің Ұлбосынға деген сезіміңіз түсініксіз. Екі аққудың бірісіз бірі өмір сүре алмауына себеп бар. Өйткені бірін-бірі жақсы көреді. Ал Ұлбосын болса, сіз жайында ондай жан күйінішінен алыс емес пе, соны біле тұра? Мен ағат сөйлегенімді соңынан аңғардым. Байқамай Шерубайдың аттарының аузын ашып алдым да, ол сұп-сұр болып тұнжырап кетті. Мен саған біздің заманымызда да ғашықтық бар екенін айтып отырған жоқпын ба, деді ол маған ашулана көз тастап. Мен де берілгім келмеді. Өлгеннің артынан өлмек жоқ дейді ғой қазақ. Егер Ұлбосын алда-жалда дүние салса, сіз оның артынан өлмейсіз ғой. Маған сіздің соншалық азаптануыңыз жұмбақ. Осы сен Ұлбосын жайында бір жаман хабар естіп келіп тұрған жоқсың ба? Деді даусы дірілдеп. Не болса да тез айтшы. Шерубайдың кенет өзгерген түсін көріп, домбыраның үзілген шегіндей аянышты тына қалған даусын естіп, енді өзім састым. Жоқ, ештеңеде естігем жоқ, дедім дереу, бөтен сөз аузыма түспей. Бәсе, Шерубай маған енді қайырылып қараған да жоқ. Кілт бұрылып жүре берді. Еңкейе түсіп, аяғын сылбыр басып кетіп барады. Жақынын көмген адам қабырдан дәл осылай қайтады. Дәл сол адамдай Шерубайдың да иығын қасірет көңілін азап басқан. Оның махаббатына түсінбесем де, қайғысына түсінгендеймін. Көп кешікпей мен үйге қайттым. Сол күнгі Шерубай мен кездесуден менің тапқаным Асығат пен Қаракөздің жыры болды. Бұл жыр мені таң қалдырды. Осы екі жастың арқасында мен де шын махаббаттың не екенін анық түсінгендей болдым. Иә, шын ғашықтар осы Асығат пен Қаракөздей болуы керек. Асығаттың ерлігі, адамдығы менің есімде мәңгі қалды. Кейінірек басыма түскен ауыртпалық күндерде оның ісі өзім шығатын биік құздың ұшар базы тәрізденеді де тұрады.
Өмір жоқ жерде көркем өнер де жоқ. Ұлбосын мүсінінің өмірден туғаны хақ. Ол менің эстетикалық көзқарасымның, рухани тілегімнің жемісі, соған қуанамын. Жас балаша қол шапалақтап секіргім келеді, айғайлап жүгіргім келеді. Әрине, мен мұның бірін де істемеймін. Қазір мен бір әлем дүниесіне біткен дыбысты ішіме сақтаған күй сандық тәріздімін. Жырласын десең, пернесін қозғай біл. 25-ке келген жігітке жас балаша көшеде бойлап жүгіру қиын, бірақ қуанышым ішіме симай барады. Ең болмаса мүсінді біреуге көрсетіп, мақтануым керек. Аздап өзімшіл көңілдің мауқын басуым керек. Қолыңмен істеген еңбегің жаныңды риза етсе, оған аздап мақтанғанның айып шамы бола ма? Бұл атақ құмарлыққа жатпайды. Бұл өзгеден артықпын деген кей адамның жалған қасиетінде емес, бұл өз еңбегіне өзі риза болған көңілдің тасуы. Рахаттанбаса, одан ләззат алмасаң, онда ол еңбекті жасау не керек? Сайып келгенде Ұлбосынның мүсінін жасап болғаннан кейін далаға шықтым. Көктем құлпыра түсіп, барша әлемді құшағына алып, жас нәрестесін бауырына қысқан анадай мейірбан жүзі құлпырып тұр. Жас ағаштар жасыл жапырағын жайқалта жайып, жер мен көкті жаңа көктемнің жас иісі мас еткендей, ескі дүниені жаңартқандай. Миллиардтаған жылман қиып тұрған жер бетіндегі қатпар-қатпар құс шоқылар да бір сілкініп нұрлана қалғандай. Кәрі дүние нағыз бір қарт адамның жас иіс құшып масаттанғанындай, кенет жасарып кетіп, шаттық әуеніне бөленгендей. Жаратылыстың осы жас мезгілін, жайқалған бір жасыл көктемін жаным сүйеді. Осы көктемдей құлпырған өмірдің де көктеміне жаным семіреді. Маған өмір де жас, бүкіл әлем де жас. Сонау қала үстіне төне түскен күңгірт қаңылтыр түстес, ойлы қырлы, күнге жақты ала созылған Маңғыстау да жас. Мыстау, сендер біздің бұл қаламен таныс емессіздер ғой, ал мен өз ертегімді айтамын деп, сендерді бұл қаламен жөндеп таныстыруды да ұмытып кетіппін. Ғапу етіңіздер. Көшпелі қазақ мал бағып күн көрсе де, атын қоя білген. Алтын емел, шойынды көл, қорғасын тас, жез қазған, кенттау, мыс қоңыр. Инженер болып астында не жатқанын білмесе де, түсіне қарай топырағының кейбір қасиетін еске ала жер аттарын болжап қойған. Әдейі біліп қойғандай, сол жерлердің бәрінде де атына байланысты кен табылып отыр. Бұл халықтың данышпандығы емей немене. Қазақ жеріне ат қоя білген деп әлгінде айттым ғой, бұл жерді де Мыстау деп дұрыс қойған. Бұл арада Мырыш та, Қорғасын да, қалайы да бар. Келешекте соларды қорытатын завод да салынбақ. Ал әзірше мыс заводы ғана бар. Бірақ қала жер атымен аталады. Бұл қала салынып біткен 5 жылдың ішінде көркейіп өсті. Алғашқы жылы отырғызған талдар көлеңке беретін ағашқа айналды. Сол жылы туған сәбилер 5-ке толып енді көшені бастарына көтеріп, у-шу боп шапқылап ойнауда. Сол жылы институтқа түскен жас өспірімдер енді биыл оқуды бітіріп келіп, инженер, дәрігер, мұғалім болып қызмет істеп жүр. Соның бірі менмін, бірі Базаркүл. Завод салынбастан бұрын бұл жерде біздің колхоз болатын. Әне анау завод көрінген шоқыда. Бұрын біздің кішкентай мектебіміз тұратын. Әне жерде басқарма кеңсесі, ана тұста сүт фермасы. Қазір олардың бірі де жоқ. Кілең асфальт төселген кең көшелі зәулім биік үйлер. Кинотеатр, мәдениет сарайы, мектептер, монша,
сән салтанат, автобус қаптаған машиналар, таң атқаннан күн батқанша гуілдеген қала, ағылған адам, біреу жұмыстан келе жатса, біреу жұмысқа бара жатыр, қайнаған еңбек қазаны. Біздің колхоз бұл арадан сол завод салына бастаған жылы Айна бұлақ деген жерге көшіп кеткен. Қаладан 10 шақырымдай жерде. Анда-санда барып тұрамыз. Ауылдың үлкен адамдарының бәрі сонда. Заводқа бірде-бірі қалған жоқ. Мұнда сол Мұстау колхозының жастары ғана бармыз. Неге екені белгісіз, бізді ауылдан гөрі қала көбірек тартады. Мичурин боп өзгерген сол Мұстау колхозына институт бітіріп келіп, агроном, мал дәрігері болып, қызмет істеп жүрген бірен саран жігіт болмаса, көбіміз осындамыз. Міне, қазір осы Мұстаудың кең көшесімен келе жатырмын. Күн батуға таяу, көктем желі баяу еседі, қоңыр салқын. Тек менің ішімде ғана қызыл шоқ. Көзімде күн сәулесі, жан жағыма шаттана қараймын. Көшеде қыдырып жүргендер көп, бәрі де сәнді киінген. Жұрттың бәрі де маған бүгін аса көрікті, аса сұлу көрінеді. Әрине, мұным қате. Бүгін де күндегі көріп жүрген жұртым бұл. Тек өз көңілім көтеріңкі болған соң, өзгеше шаттық көзіммен ғана көріп келемін. Және қайда бара жатқанымды да білмеймін. Аздан кейін ғана байқадым. Бетім мәдениет сарайы екен. Мәдениет сарайына апаратын гүл алаңына енді бұрыла бергенімде кенет көке деген дауыс құлағыма шалына кетті. Базаргүлдің дауысын миллион дауыстың ішінен танимын. Жалт бұрылдым. Расында сол екен. Қиғаш көшеден маған қарай асыға басып жүгіріп келеді. Баяғы сол қыз бала күніндегісіндей маған еркелей қарайды. Әбілқасқа әйел болғанымен маған қарындас қой, ішім жылып кетті. Осындай ақ көңіл әп-әдемі сүйкімді қарындасымды Әбілқасқа қиып беріп жүрген мен де оңбаймын ғой. Ол аурухананың бастығы түгіл, тіпті маған десе денсаулық сақтау министрі болып кетсе де айтарым осы. Жанында өзінен де әдемі басқа бір қыз бар. Қыз емес, жерге түскен періштеме дерсің. Сұңғақ бойлы, құмырсқа бел, бота көз, қара торы бір сұлу. Құлаштай етіп өріп тастаған қос бұрымы қынай беліне жетіп, бұлаң-бұлаң етеді. Үстінде ақ жібек көйлек, аяғында биікше өкше туфли. Аяғын сәндене басып, маған қарай бұда күлімдеп келеді. Бұларды көріп мен де тоқтай қалдым. Базаргүл екеуі жаныма таяу келіп, қыз сызыла сәлем берді. Сәлеметсіз бе Жантас аға? Сәлеметсіз бе? Қыздың бетіне таңырқай қарадым. Қуанған дауысымның қалай шыққанын өзімде білмей қалдым. Ойбай-ау, Аяужансың ба? Аяужан деген есімі қандай аяулы. Өзгені білмеймін, өзіме дәл солай. Сіздер мені қыз көрсе құлай түсетін біреу екен деп жүрмеңіздер. Адам жүрегі алуан соғады. Әр соққанда әр түрлі сезім туады. Әр сезімнің өзінің әні, өзінің жыры бар. Мен аудандық орта мектеп бітірер қарсаңында Аяужан мен Базаргүл екеуі мен секілді интернатта жатып, 7-ші класста оқып жүрді. Екеуі түйедей құрдас. Аяужан да біз секілді жетім. Туған әкесі мен өгей шешесі бар. Менің түсінігім бойынша Аяужанға олардың барынан жоғы жақсы. Уылжып тұрған осы бір балдырған әдемі жас қызды Базаргүлмен бірге жүрген соң мен қарындасымнан әсте кем көрмейтінмін. Мен орта мектепті бітіргелі жүрген кезімнің өзінде де көркем өнермен шұғылданатынмын. Аудандық кейбір кеңсенің мереке қарсаңында ұрандарын жазып, үйлерін шекелейтінмін. Мейрам емес кездерде кейбір жеңіл желпі қабырға газеттерінің суретін салып беру,
құрмет тақталарын көркемдеп беру секілді жұмыстарын істеп беретінмін. Сөйтіп тапқан ақшама базар күліме бірдеңе алсам, Аяужанды да ұмытпайтынмын. Екеуіне бірдей жұмсайтынмын. Ауыл баласы қалжан келеді. Менің мұнымды құрбыларым бөтенге жорып, Аяужанды қалыңдығың деп күлкіге айналдыратын. Неге екенін білмеймін, бұған ашуланған болсам да, іштей жақсы көріп қалатынмын. Бұндай сөзді Аяужан да естейтін, бірақ оның да бұдан опық жеп, оғаш қарағанын көрген емеспін. Қайта балалардың мазақ еткен мұндай сөздерінен кейін мені көрсе өзінен өзі ұялып, екі беті шиедей болып қызарып, сызылатын да қалатын. Маған қарындасым да жасқана қараған қара көзінің жанарымен 15-ке жаңа шықса да, жастық сезімінен хабар келе бастағанын сездіргендей болатын. Әдетте еркек баланың жастық сезімі кешірек оянады. Көңілімде Аяужанға деген дүмбілездеу бір ой болғанмен, көбінесе ол туралы ойламайтынмын. Тек ағалық қарым қатынаспен жүре беретінмін. Тек бұл жағдайды бір-ақ рет бұзуға тура келді. Оған да себеп болған Аяужанның өзі. Сол мектепті бітіретін көктем еді. Түн ортасы таяп, енді жатайын деп отырғанымда бір бала келіп, сені Аяужан шақырып тұр деді. Әуелгіде қалжың екен деп баланы бір төмпештеп алып, төсегіме жантая беріп едім. Біреу тықылдатып терезе қақты. Қарасам, Аяужан екен. Түс жоқ, өң жоқ, көзі бақырайып кеткен. Бір сұмдық болған екен деп, үйден жүгіре шықтым. Не болды дедім Аяужанның жанына жетер-жетпестен. Қыз тісі-тісіне тимей қалш-қалш етеді. Көктемнің салқын кешіне қарамай, көйлекшең шығыпты. Шамасы қыздар жатақханасынан қашып шыққан түрі бар. Өгей әкем шешеммен келіп тұр. Мені қазір алып кетпек. Қайда, неге? Айттырып қойған адамы бар еді, солар сұрап жатыр дейді. Сонда сені күйеуге бермек пе? Иә, бірақ 16-ға дейін үйде отырасың дейді. Сосын, сен оқып жүрген жоқсың ба? Жетіліп болдың, бұдан әрі оқысаң бұзылып кетесің дейді. Мұнда неге келдің? Әлде барғың келмей ме? Қыз жылап жіберді. Әрине барғым келмейді. Онда жүр, қазір милицияға барайық. Еріксіз күйеуге беретін заң жоқ. Мұны осы күнгі жас балаға дейін білет. Неге айтып тұрғаным өзіме де жұмбақ. Мені айттырған адам сол милиция бастығының інісі. Әкем олармен келісіп келіп отыр. Әкең неткен қара жүрек еді. Бұны істеп отырған тоқалы, ол жас. Әкем оның айтқанынан шықпайды. Енді не істейміз? Райкомға барайық. Онда қазір адам жоқ дейді. Әке-шешем мені әкеткелі келіп еді. Мен киініп келейін деп үйге кірдім де терезеден қашып кеттім. Базаркүл оларды сөзге айналдырып қалды. Біздің жақта мұндай жағдайлар әлі кездесіп тұрады. Мұндайға кейде аудан қызметкерлерінің де шатысатыны болады. Сондықтан мұндай ескі ғұрыппен күресу оңайға түспейді. Қазіргі Аяужанның жағдайы да сондай қиын жағдайдың бірі. Не істеу керек екенін ойлап болғанынша, қыздар жатақханасы жағынан дабырлаған дауыс шықты. Ол қыз осылай қарай кетті деген әйел дауысы естілді. Қап, қолыма түсерсің қаншық. Жантасаға бұлар солар, деді Аяужан, үрейі ұшып. Жандарына жігіттері де бар. Енді не істейміз? Ойланатын уақыт жоқ. Түнде қай кеңседе адам отырмақ. Аяужанды бір алып кетсе біткені. Екінші рет көре алмайсың. Жүр, тығылайық дедім бар болғаны. Аяужанды қолынан алып зытып бердім. Олар бізді көрмей қалды. Түні бойы мектеп сыртындағы сирек шилі сайда тығылып жаттық. Үйге қайтайық десек қорқамыз. Әлгілер аңдып тұрғандай көреміз. Қайтпайық десек тоңып барамыз. Көктем түні әлі салқын. Әсіресе жалаң көйлекпен шыққан Аяужан әбден жаурады.
Менің үстімде пиджагым бар еді. Бүрісіп отырған қызды аяған соң шешіп бердім. Менің пиджагымды алып жатып, өзің тоңасың ғой, деді ол. Мұндайда жігіт адам сыр бере ме? Тоңбаймын, дедім. Бірақ көп кешікпей дірілдей бастадым. Мұны сезген Аяужан әлден уақытта: Жантас аға, пиджакты екеуміз бірге жамылайық, деді. Бір жеңін шешіп, жағасын ұстап, пиджактың бір жақ өңірін маған ұсынып. Тоңғандығым сонша пиджактың ішіне кіре бердім. Ыңғайлы болсын деп Аяужанның белінен алдым. Денесі ыбыстық екен. Сосын оны қалай құшақтағанымды, өзіме тартқанымды, бетінен сүйгенімді өзім де аңғармай қалдым. Таң атқанша осылай біріміз демімізбен жылытып құшақтасып бірге отырдық. Таң ата әрине аудандық партия комитетіне бардық. Аяужанның әкесінің де, милиция бастығының да жазасын бергіздік. Тек әйтеуір оларды соттаған жоқ. Сол жаз мен Ленинградқа оқуға кеттім де, Базаргүл мен Аяужан интернатта қалды. Оқудың қызығымен алыста жүріп, Аяужан бейнесі көмескі тартқан. Тек сонау бір бейкүнә нәрестемен сүйіскенім кейде есіме түсетін. Тіпті Аяужанның дірілдеген ернінің дәмі де тілінің ұшында тұрғандай болатын. Тек сол дәмді ұлбосынмен кездескеннен кейін ғана ұмытқанмын. Бірақ қалай екенін қайдам, сондағы Аяужанмен сүйіскенім есіме түссе, күні бүгінге дейін бала шағым оралып алдыма келеді. Сол Аяужан қазір қасымда тұр. Қор қызындай сұлу болып бой жетіпті. Бұл мен Ленинградқа кетерде балалардың көзінше қоштасуға, жаныма келуге ұялған Аяужан емес, ысылған, кәдімгі бой жеткен Аяужан. Ойбай-ау, Аяужанымсың ба? Дегенімде Базаргүл екеуі бірдей күлді. Қайдан жүрсің? Аяужан маған мөлдірей қарады. Осында жұмысқа келдім. Қайда істейсің? Ол қаланың жаңа салынып жатқан 5 қабат мектеп үйінің үстіндегі қызыл жалау байланған ұзынтұра кранды көрсетті. Анада кран жүргізуші болып істеймін. Мен осынау бір қыпша бел, ұзын нәзік саусақты, сұлу қыздың темір торлы алып кранды жүргізем дегеніне сенерімді де, сенбесімді де білмей, бетіне таңдана қарай бердім. Аяужан ойымды түсінгендей: 10 жылдықты бітіргеннен кейін оқи алмай қалдым, деді. Оқи алмай қалғанына ұялғандай төмен қарап. Содан кейін жастар жолдамасы мен Теміртауға бардым. Краншы мамандығын алдым. 2 жылда істедім. Қазір осы өлкеме келдім. Және сырттан оқып жүрмін. Қайда? Томскийдің технологиялық институтында. Өзің не істеп жүрсің деп Аяужан менен сұраған жоқ. Сірә Базаргүлден бар жайға қанық секілді. Тек беті мен әлсін жаудырап қарай береді. Сонысы батады жаныма. Неге екенін білмеймін, қобалжи бастадым. Тек Базаргүл Ұлбосын екеуміздің арамызда болған жайтты айтпаған болса жарар еді. Көке, біз сіздікіне бара жатыр едік, деді Базаргүл. Мен қуанып кеттім. Онда неге бұл арада тұрмыз? Жүріңдер. Үшеуміз қатар жүріп келе жатырмыз. Жарасымды секілдіміз. Өткен кеткен адамдар соңымыздан бір сұқтана қарамай қоймайды. Көбінесе Аяужанға қарайды. Оған қарамай өту қиын. Өйткені осы кеште ол тым ажарлы еді. Біздің үйге беттегеннен ақ менің тілімнің ішінде Аяужанға арналған бір сұрақ тұр. Соны қалай жеткізудің ретін таба алмай келе жатырмын. Аяужан, жалғызсың ба, ерге шыққан жоқсың ба? Аяужанның күйеуге шыққан шықпағанының маған қанша керегі бар, білмеймін. Көп кешікпей үйге де жеттік. Енді Ұлбосынның мүсінін еріксіз көрсетуге тура келді. Үйге кірісімен Базаргүлге қарап:
Бүгін бітірдім әйтеуір деді мүсінді көрсетіп. Не айтасың дегендей өзім де шаршадым. Базаргүл мен Аяужан екеуі мүсінге бірдей үңілді. Жүздерінен көріп тұрмын. Ұлбосын екеуіне де ұнады. Шерубайдың ақылын алып, мүсіннің мықынынан төменгі жағын толқынды көрпе жамылып жатқандай еткенім қандай жақсы болған. Әйтпесе, қанша мәдениет шыңына жеттім дегенімен, қазір құлағымның ұшына дейін бір қызаратын еді. Әйтсе де ағасының кеудесіне дейін ашық әйелдің бейнесін салғаны Базаргүлге ұнамаған секілді. Көке, құттықтаймын деді ол салқын үнмен. Ұлбосын өзіңнен аумай шыққан екен, деді де ас үйге қарай беттеді. Ұмытып кетіппін ғой, шай қояйын. Көркемөнер техникумында оқыған Базаргүл былай дейді. Ал шолақ етек көйлек киюді ерсі көретін жұрт не демейді мынаны көріп? Осы мен дұрыс жасадым ба? Аяужан неге үндемейді? Бұған да ұнамай қалған секілді ғой, тым тесіле қарайды. Аяужан мүсінді шынында да ұзақ қарады. Тіпті қолымен де сипап көрді. Әлден уақытта назарын маған аударып. Өте шебер ойылған мүсін екен. Шын жүректен құттықтаймын деді ол, қолын сәл созып, сосын езу тартып күлімсіреді. Өзі де сұлу келіншек екен. Осы мыстауда тұра ма? Базаргүл Ұлбосын туралы ештеңе демеген екен. Көп рахмет. Өзі анығын білмейтін сырды қозғамағаны қандай дұрыс болған.